яғни қай жерге келдік? Then I go to the park with Nanny and Liam. Одан соң мен Nannyмен және Liamмен бірге паркке барамын дейді. I ride my bike and Liam plays football with his friends. Одан соң мен велосипед айдаймын және Liam өзінің достарымен футбол ойнайды дейді. At 1 o'clock, сағат 1-де, we all have lunch together. Бәріміз бірге түскі ас ішеміз дейді. In the afternoon, кешке, I watch TV with Charlie or I listen to music. Мен Чарлимен бірге теледидар көремін, немесе музыка тыңдаймын дейді. I love Sundays. Мен жексенбі күнін жақсы көремін дейді. By Lily дейді. Lilyден дейді, иә. Енді сұрақтарға жауап берейік. What time does Lily get up on Sunday дейді. Жексенбі күні Lily сағат нешеде тұрады дейді. Lily gets up at 10 o'clock in the morning. Lily сағат 10-да тұрады деп жауап береміз. Екінші, does Lily swim in the park? Lily паркте жүзеді ма дейді, яғни ол жүзбейді. No, she doesn't. She rides her bike in the park. Паркте ол өзінің велосипедін айдайды дейміз. Үшінші, what time does Lily have lunch on Sunday? Жексенбі күні Lily түскі асын нешеде ішеді дейді. At 1 o'clock, сағат 1-де. What does Lily do on Sunday afternoon? Жексенбі күні кешке не істейді дейді. She watches TV with Charlie or listens to music. Чарлимен бірге теледидар көреді, немесе музыка тыңдайды дейміз, иә. Сонымен 21-ші жаттығуды аяқтадық. Келесі бізде 22-ші жаттығу. Exercise 22. What time is it? Сағат қанша дейді. It's 5 o'clock. Сағат 5 дейді. What do you do on Sundays? Сен бүгін не істейсің дейді. I play football, немесе let's play football. Яғни мен футбол ойнаймын деп жауап береміз ба, немесе давай футбол ойнайық деп жауап береміз ба. Яғни бұл жерде мен футбол ойнаймын деп жауап береміз, екіде А болады. Үшінші, do you want pasta for lunch? Түскі асқа паста жейсің бе дейді. Yes, please, немесе yes, I am. Қайсымен жауап береміз? Яғни yes, please деп жауап береміз. Келесі төртінші, what time do you get up? Сағат нешеде тұрасың дейді. At 9, night, немесе at 8. Түнде немесе 8-де жауап береміз. Яғни 8-де, сағат 8-де тұрамыз, иә? At 8 деп жауап береміз. 22-ші жаттығуды аяқтадық. Келесі бізде портфолио бар екен. Talk with your friends. Досыңмен әңгімелес. And write about your favorite day. Өзіңнің сүйікті күнің жайында әңгімелес дейді, иә? Яғни бұл жерде мен кішігірім мәтін жаздым. Осы мәтінге ұқсастырып жазсаңдар болады. My favorite day is Saturday. Менің сүйікті күнім ол сенбі дейді. I get up 9 o'clock in the morning and I have big breakfast. Мен сағат 9-да тұрам және де үлкен жақсы таңғы ас ішемін дейді. Then I go to the park with my mom and my sister. Одан соң мен анамен және әпкемен бірге паркке барамын дейді. I play football with my friends and my sister rides her bike. Содан соң мен футбол ойнаймын және менің әпкем өзінің велосипедін айдайды дейді. At 1 o'clock, сағат 1-де, we all have lunch together. Біз барлығымыз түскі ас ішеміз дейді. In the afternoon, кешке дейді, I watch TV with my sister. Мен әпкемен бірге кешке теледидар көремін дейді, иә. Яғни осылай I love Saturdays, мен жексенбіні жақсы көремін. By ажар, ажардан деп жазсаңдар болады. Яғни мына ажар дегеннің орнына өздерінің есімдеріңді жазсаңдар болады, оқушылар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода оқулықты жалғастырамыз, яғни 43-44 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетсеңдер өте керемет болатын еді. Ендеше тапсырмамызды дайымыз. 23-ші жаттығу, exercise 23. Let's sing дейді. Давай өлең айтайық дейді. Яғни бұл жерде өлең екен, иә. Аптаның 7 күні жайында өлең екен. 7 days дейді. Аптаның 7 күні, there are 7 days. 7 күн бар дейді. 7 days a week. Sunday, Monday, 7 days. Tuesday, Wednesday, 7 days. Thursday, Friday, 7 days. Saturday, 7 days. 7 days, there are 7 days. 7 days a week. Яғни бұл өлеңнің әндетілуін мен білмейді екен. Сендерге жай ғана оқып беріп жатырмын, иә. Бұл 23-ші жаттығуда орындайтын тапсырма жоқ. Ендеше 24-ші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші, in pairs, answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. What day is it today дейді. Бүгін қай күн дейді. Today is Friday. What day is it tomorrow? Tomorrow is Saturday. Қазір мен сендерге мына тапсырманы кішірейтіп беретін боламын. Кішірейтіп жасап беретін боламын.
Келесі. On which days have got your English lessons? Yani I've got my English lessons on Wednesday and Fridays. On which days haven't you got school? Қай күні мектепке бармайсың дейді. I haven't got school on Saturday and Sunday. Сенбі жексенбі күндері сабаққа бармаймын дейді. What's your favorite day? Сенің сүйікті күнің қандай дейді. My favorite day is Sunday дейді. Менің сүйікті күнім ол жексенбі дейді, иә. Яғни 24-ші жаттығудың жауабын жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 25-ші жаттығу. Exercise 25. Бұл жерде listen, point and repeat тыңда, оқы және қайтала дейді. Яғни сандар, иә. 10 саны 10, 20 саны 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100 болады. Тағы да қайталамыз 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 болады. Келесі 26-ші жаттығу exercise 26 thinking cap. Write the numbers, сандарды жаз дейді. Then in pairs decide in the sentences are true or false. Дұрыс емес, яғни true false-ты орында дейді, иә. Бұл жерде there are 7 weeks in every month. Әр аптада 7 әр айда 7 апта бар дейді. Яғни ол бізде қате болады, иә. Әр айда 4 аптадан бар, иә. False болады сонда. Екінші 90, яғни бос орынға мына 90 сөзін жазамыз. 90 seconds is the same as 2 hours. It's false. Үшінші there are 52 weeks in a year. Бір жылда 52 апта бар дейді. Яғни ол дұрыс, иә. True. Төртінші there are 24 hours in a day. Бір күнде 24 сағат бар дейді. Яғни ол дұрыс. True. Бесінші there are 10 days in a week. Бір аптада 10 күн бар дейді. Яғни ол қате. False, иә. Бір аптада 7 күн бар. Most of the months have got 31 days. Көп айларда 31 күн бар дейді. Яғни ол қате. Барлық айда дейді. False болады сонда. 26-ші жаттығудың жауабын жазып аламыз оқушылар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.